Дайындап жүрген пирожкилеріңіздің қамыры дұрыс көтерілмей, ортасы толықтай піспай шикі болып қалатын болса, міндетті түрде дәл осы рецептпен қарапайым суда құрамына ешқандай жұмыртқа қосылмайтын, сырты қытырлақ, іші толықтай пісатын, өте дәмді болып шығатын пирожки дайындайтын боламыз. Міндетті түрде лайк басып маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырын елейтін боламыз. Қамырына бізге 500 грамм жылы су, 3 ас қасық қант, 1,5 ас қасық дрожжи қажет болады. Барлығын жақсылап араластырып, дрожжиміз осылай көтерілгенше 10 минутқа қоятын боламыз. Келесі кезекте 50 грамм сұйық майымызды дәміне қарай тұзын қосып, барлығын қасықпен жақсылап араластырып, аз мөлшерден ұнымызды қосып, ең бірінші қасықпен, одан кейін барып қолымызбен қамырымызды елейтін боламыз. Қамырымыз осындай масса болғаннан кейін қасығымызды алып тастаймыз да, қалған ұнымызды қосып, қолға жабысқақ, жұмсақ қамыр елейміз. Қамырымыз міндетті түрде қыздар жұмсақ болсын. Қамырымыз қатты болса, біздің пирожкиіміз дұрыс көтерілмей қалады. Мінекей қамырымыз осындай болып көтеріледі. Мінекей 30-40 минуттан кейін қамырымыз осындай үлкен болып көтеріледі. Ендігі кезекте пюремізді алдын ала дайындап алатын боламыз. Кез келген салманы қолдансаңыздар болады. Бізге ешқандай ұнның қажеті жоқ. Сұйық маймен тура видеодағыдай көрсетілгендей осындай кішкентай бөлшектерге бөліп аламыз да, асты үстіне сұйық майды толықтай жағып, қамырымызды осылай жұп-жұқа етіп, домалақтап жайып шығамыз да, ортасына салмасын салып, екі жағынан қатты түйет